Телеканал «Каспорт» приветствует всех любителей футбола с Астана-Арена. Буквально через несколько минут здесь начнется поединок третьего тура чемпионата Казахстанской премьер-лиги между Астаной и Карагандинским «Шахтером». Принято считать, что так называемые дерби, команды из населенных пунктов очень близких друг к другу, эти поединки очень упорные получаются. Но перед началом этой встречи было видно, что какое хорошее настроение у обеих команд, даже в дружеской атмосфере проходило и предматчевое собрание. И здесь на тренировке тоже царило в принципе достаточно все по-дружески и очень дружелюбно. Что касается того, что будет перед началом этого поединка, состоится небольшая церемония чествования лучшего бомбардира по итогам прошлого сезона Фокси Кетевамы. Он получит приз как лучший бомбардир прошлого сезона. Ну и, конечно же, будем мы с большим интересом наблюдать за тем, как же будет вообще действовать атака Астаны в этом поединке, потому что перед началом матча стало известно, что все-таки Танат Нусербаев, у которого небольшое повреждение, не появится на поле с первых минут. И Андрей Финонченко, который является в последние годы главной ударной силой «Шахтера», он тоже начнет эту встречу на скамеечке запасных. На матче был заметен Сауль Шермялис, наставник молодежной сборной Казахстана. Конечно, для него тоже важно ходить на подобные поединки, где есть много потенциальных игроков нашей молодежной команды. Ну и будем надеяться, что сегодня и они, и другие игроки обеих команд покажут интересный футбол. Итак, у нас все готово к началу поединка. Мы передаем слово нашим комментаторам. Армысыздар қадірменді Каспорт арнасының көрермендері. Тікелей эфирде Қазақстан премьер-лигасы бүгін 3-ші тур ойындары. Қадірменді көрермендер, студияда мен комментатор Ермұхамед Мәулен, әріптесім Тимурдың бүгінгі матчқа байланысты айтқан бүкіл ақпаратын қабыл алдық. Өздеріңіз естіңіздер, бұл ақпараттар қазір толықтай одан ары қарай жалғастырып таныстыратын боламыз. Назарларыңызда қос команда ойыншыларының тізімі, орналасу тәртібін байқап отырсыздар. Астанада аса қатты өзгеріс жоқ, тек бүгін бір ғана шабуылшы мен оның астында шабуылшы Кетеваманың астында Георгий Жуков қана өнер көрсетпек. Мінекей осындай жағдай. Ал Шахтер командасының ойыншылар құрамы аса қатты өзгеріс жоқ. Өткен матчпен салыстырғанда бұл командада барлық керекті футболшылардың барлығы алаңда. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар, футболшылар алаңға шыға бастады. Екі командада қазір қызықты жағдай орын алып тұр. Екі ойыннан кейін Шахтер командасы ешқандай гол соқпаған. Әлі Қазақстан чемпионатында. Бір ұпай бар бірақ. Тең нәтиже көрсеткен үшін сонымен 10-ші орында тұр. Ал Астана командасы 6 ұпайменен тура қазір 2-ші орында тұр. Негізі 1-ші орында келе жатқан болатын. Бірақ Ордабасы командасы Атырау командасын 2-0 есебімен жеңді. Жаңа ғана өздеріңіз көрдіңіздер. 2-0 есебімен Ордабасы Шымкентте Атырауды жеңді де қазір 7 ұпаймен 1-ші орында тұр онлайн көрсеткіште. Ол ойында Азат Нұрғалиев және Дәуренбек Тәжімбетовтер бір-бір голдан соққан еді. Сөйтіп Шымкентте, шырайлы Шымкентте осылай Ордабасы жеңіс тойлады. Өткен жылғы маусымның бомбардирі Фокси Кетевама марапатталуда. Биылда сол үздік дәстүрді одан ары қарай жалғастырсам деген ойы бар. Қазақстан премьер-лигасының бомбардирлер тізімінде көш бастасам деген ойы бар. Бірақ әзірге ең мықты бомбардиріміз Жерар Гоу, Қайрат командасының өкілі. Қазақстан әнұран тыңдап өтейік.
Мінеке қадірменді көрермендер, әнұранды тыңдап өттік. Енді матчты толықтай өткізуге мүмкіндік бар. -1 градус суық Астанада, бірақ Астана аренаның ішіндегі ауа райы өте тамаша. Игорь Алешкин кездесудің бас төрешісі, Санжар Ысқақов Қостанай, Евгений Попов Өскемен, ал Алешин өзі Павлодардан. Мінеке төрешілер бригадасы бүгін осындай. Қос команда ойыншыларын таныстырып өтсем, мінеке қазір қос капитан Алдин Джидич және Фокси Кетево. Мінеке өте тамаша достастық көңіл күйде ойынды бастауда. Ойынымыз одан ары қарай да осындай әдемі достастық күйде өтетін шығар деген ойдамыз. Шахтер командасының ойыншыларын таныстырып өтейін. Қақпада нөмірі 13-ші Александр Заруцкий, нөмірі 22-ші қорғаушы Михаил Габышев, нөмірі 52-ші Давид Обри, нөмірі 20-ші Алдин Джидич, нөмірі 17-ші Андрей Барываев, нөмірі 10-ші Никола Покривач, жартылай қорғаушы, нөмірі 7-ші Геворг Наджарян, лимит, яғни жас ойыншы 21-ге толмаған, 5-ші нөмірді Педро Петраци, нөмірі 24-ші Ян Вошаглик, нөмірі 45-ші Роман Мұртазаев, нөмірі 9-ші шабуылшы Михрет Топчагич. Өткен жылдан бері бұл командада өнер көрсетуде. Аустриялық шабуылшы, босниялық шыққан текті футболшы, мінеке Давид Обри, 52-ші нөмірі өнер көрсетпек. Команданың бас бапкері Владимир Чебурин. Қазақстанға футболға, жалпы Қазақстан футболына танымал, бұрындары осы Шахтер командасын жаттықтырғанда болады. Ойын басталды, қарағандылықтар доппен алғашқы болып жанасты. Обри Алдин Джидичке. Сонымен қадірмен көрермендер, Астана командасының ойыншылар тізіміне тоқталып өтейік. Қақпада нөмір 1-ші Ненад Эрич, мінеке допты тосып алды. Қазақстан ұлттық құрама командасының қақпашысы Ненад Эрич, нөмір 2-ші қорғаушылар Елдос Ахметов, ортада 44-ші нөмірді Евгений Постников, нөмір 5-ші Марин Аничич, нөмір 15-ші қапталды Абзал Бейсебеков. Жартылай қорғанысында 22-ші нөмірді Бауыржан Жолшиев, нөмір 88-ші ортада Роджер Хенауа Каняс, нөмір 8-ші Георгий Жуков, нөмір 6-ші Немания Максимович, және 23-ші нөмірді Патрик Твумаси. Сонымен қатар шабуыл өтінде Фокси Кетевоама бар. Команда капитан сонымен қатар. Мінеке жалпы тізім осындай. Астана командасында команданың бас бапкері Станимир Стойлов. Болгариялық маман. Өткен жылдан бері команданы баптап келе жатыр. Биыл Астана командасының сапына алынған бірнеше футболшы бар. Олар бірден айта кетейін, Немания Максимович, 6-ші нөмірдегі артқы жартылай қорғаушы, және сонымен қатар командаға жаңадан келген футболшылар, одан басқа негізі тура қазір алаңда жоқ, бірақ қосалқы құрамда бар. Нөмір 3-ші Каспер Ларсен бар, Дания жастар құрама командасының ойыншысы. Сонымен қатар Тоқтар Шаңғылышбай 25-ші нөмірдегі Шахтерден ауысып келді. Бүгін өзінің командасына қарсы ойнауы әбден ықтимал. Мінеке Шахтер командасының ойыншылары допты ойынға қоспақ. Кетевоама, Жолшиев, Бауыржан Твумасиге, Елдос Ахметов. Астана командасы жалпы мықты легионерлерді алды, расын айтқанда. Немания Максимович, 21 жасқа дейінгі жастар құрама командасы. Сербияның соның капитаны, 21 жасқа дейін. Енді демек жастар командасының капитанымызды жақынарда Сербия ұлттық құрама командасына да алынады деген сөз ғой. Сондықтан да 6-ші нөмірдегі бұл футболшының ойынына назар сала отырайық. Шахтер шабуылда өте тамаша. Михрет Топчагич сәл ғана жетпеді бұл жерде, және аяғы кішкене тиіп кетті ғой деймін. Ненад Эричке тиіп кетсе керек. Мінеке бас бапкер Станимир Стойлов, болгариялық Астана командасының өкілі. Және Ненад Эричке қазір не болды? Бастан теуіп өткен сияқты. Михрет Топчагич. Мінеке бейне қайталаудан көрініп тұр.
теуіп кеткен екен. Енді Михрет байқамаған, өзі ауыр денелі футболшы сары қағаз алды қазір. Шахтердің шабуылшысы Михрет Топчагич сары қағаз алып отыр. Мінекей Чебурин команданың бас бапкері. Ненат әйтеуір барлығы орнынан тұрғызуда, кішкене қимылдап қалған сияқты, қауіпті. Мінекей Михрет Топчагич сары қағаз алған, қазір ғана Ненаттан кешірім сұрауда, мінекей байқап отырсыздар. Ненат ойынды одан ары қарай жалғастыра алмайтын сияқты. Және оның орнында Владимир Логиновский бар, 85 нөмірдегі қақпашы. Сол шығады енді. Егер ойынды одан ары қарай жалғастырамайтын болса. Енді әрине байқаған жоқ, Михрет Топчагичті де кешіруге болатын шығар. Ойын ситуациясы, ойын жағдайы. Не жағдай болмайды. Футбол болғандықтан бұл. Мінекей Григорий Бабаян қазір Логиновскийге соңғы бір ақыл кеңестер айтып, бүгінгі матчта қалай өнер көрсету керектігін айтылды. Астана аренада шамамен бір 500-600 ар кеткенде 1000 шақты жанкер бар. Мінекей Ненаттың қазір ауыр соққыдан құлап жатқандығын байқап отырсыздар, өз күшімен тұра алмауда. Бұл әрине матч басында аса қатты жағымды жаңалық емес, әрине. Астана командасы үшін де, Қазақстан ұлттық құрама командасы да үшін де, өйткені білесіздер, Ненат біздің команданың негізгі қақпашысы атанып жүр соңғы кездері. Мінекей Астана арена стадионының қызметкерлері Ненатты қазір зеңбілменен алып кетіп отыр. Сонымен ойынға Владимир Логиновский алмасуда, 85 нөмірдегі қақпашы. Логиновскийді негізі өткен жылы Эричи жарақат алып қалған кезде команданың негізгі қақпашысы атанған, сондықтан да аса қатты бір қорқудың керегі жоқ. Ал тек енді Логиновский жарақат алып қалатын болса, онда Астана командасында проблема пайда болады деген сөз қақпашымен. Бұл өте қауіпті. Оның орнына енді қосалқы құрамда бүгін Ұлан Қонысбаев қалып кетіп отыр. Алексей Радионов, Таңат Нөсербаев, Тоқтар Жаңғылышбай, Игорь Пикалкин. Осындай футболшылар бар, солардың бірі қақпаға тұруға мәжбүр болады. Осындай жағдай орын алатын болса енді әрине. Логиновскийді жарақат алып жататын болса, ондай жағдайға қауырт істерге дейін жетпейтін шығар деп ойлаймыз. Ал Михрет Топчагич қазір шабуылды ары қарай жалғастырмақ. Ауыр денелі ірі шабуылшы, өткен чемпионатта 9 гол соққан болатын. 9 нөмірдегі ойыншы. Сонымен ойынның алғашқы минуттары. Дэвид Обри деген футболшы. Қадірмен көрермендер, сонымен қатар бүгін Қазақстан чемпионатында өзге де матчтар өткен болатын. Ордабасы Атыраудан басқа, оны сіздер тікелей эфирде көрдіңіздер. Есеп 2-0 екендігін айттым. Дәуренбек Тәжімбетов, Азат Нұрғалиев екеуі 2 гол соқты. Ордабасы 7 ұпаймен қазір топ басында. Одан кейін Тобыл өз алаңында оқ жетпеске ұтылып қалыпты. Есеп 0-2. Павлов пен Волков соғыпты. Оқ жетпес сапынан. Сонымен Владимир Мухановтың командасы екінші жеңіске қол жеткізіп отыр. Осал деген оқ жетпесіміз ешкімге жеткізер түрі жоқ қазір. Өте тамаша позицияда. 2 голмен алға шықты. Тобылды сырт алаңда ұтты мінекей. Өте жақсы бұл. Каняс 2 футболшыдан өтті және үшіншісінен өте алған жоқ. Қазір шабуылға жұмсаған болатын әріптесін Шахтер ойыншысы, бірақ мүмкін болған жоқ. Және сонымен қатар тағы бір ойын Таразда өткен болатын. Тараз Ақтөбе арасындағы матчта Хижниченко Сергей 32 минутта гол соғып, соның арқасында Ақтөбе жалғыз голдың арқасында жеңімпаз атанып 3 ұпайды алды әйтеуір. Өпірімдеп кеткен екен. Әйтпесе Тараз жап-жақсақ ойнаған дейді. Одан бөлек Қайсар мен Ертіс арасындағы матч өтті. Қызылордада есеп ашылмаған 0-0. Ойының 76 минутында Чернышов Ертістің қорғаушысы алаңнан қуылып кетіпті тәртіпсіздік үшін. Енді мінекей осындай жағдайдан кейін Қазақстан премьер-лигасында қазір аяқталмаған 2 матч бар. Оның бірі Астана Шахтер,
екіншісі Қайрат Жетісу. Тура осы уақыттары өтуде. Ол матчтың да нәтижелерін мен сіздерге білсем қазір айтып отырам міндетті түрде. Бірақ мына онлайн ақпаратта кішкене енді пайда болды. Мінеки енді пайда болды. 5-ші минут Қайрат алмады, Жетісу 0-0. Қайрат тек бір бұрыштама беріп үлгерген екен. Осындай жағдайда. Астана командасы допты тартып ала білді. Бауыржан Жолшиев соққы бағыттаған, бірақ алдын жидишке тиіп кеткен. Абзал Бейсебеков көмектескісі келген және байқаусызда ұшқан доп қатты тиіп кетті Абзалға. Сөйтіп қазір доп Шахтер командасы іске қосатын болады. Шахтер командасына жаңадан келген футболшыларға тоқталып өтсек, бұл әрине 52-ші нөмірдегі Дэвид Обри. Обри Тринидад және Тобаго мемлекетінің футболшысы 1990 жылға Gold Camp командасында өнер көрсеткен. Мінеки топты шығарып жібергенде тура сол Дэвид Обри. Одан бөлек командаға жаңадан Геворг Наджарян алынды. Жергілікті футбол мектебінің өкілі лимит ретінде өнер көрсетуде. Және Израильдің Хапоэль командасынан келген Педро Петраци бар. Ойын тәртібі қазір бұзылды. Мехрет Топчагичтің өзі жарақат алуда кішкене. Бразилиялық жартылай қорғаушы Педро Петраци Қарағандылық Шахтермен 2 жылға келісімшартқа қол қойған. Ең соңғы командасы Хапоэль болған. Ранан қаласынан өте асырылған пас және ешқандай қауіп төнген жоқ бұл жерде. Оның алдында Венгрияның Копашвар командасында Грекияның Левадиакос командасы өнер көрсеткен. Осы 3 чемпионатта Венгрияда, Грецияда, Израилда 105 ойын өткізген екен. Жалпы сомасы 1 гол соққан екен. Мінеки осындай ақпараттар бар Педро Петраци туралы, бразилиялық жартылай қорғаушы туралы. Ол бүгін Шахтер сапында 5-ші нөмірмен өнер көрсетуде. Осының алдындағы командаларда да ол 5-ші нөмірмен ойнаған екен. Сонымен матчтың басы Рохер Каняс. Каняс өткен ойынның қаһарманы атанды. Екінші турда Блистер Астана командасы сырт алаңда Ертісті 3-0 есебімен жеңді. Ойсырата сол ойында дәл осы Рохер Каняс пенальтиден гол соғып есепті ашқан болатын. Патрик Твумаси есепті 2-ге еселеді және Максимович 3-0 қылған. Сөйтіп, Ертісті 3-0 есебімен жеңіп, Астана қазір 100% көрсеткішпен алдыңғы қатарда келе жатыр. Ал екінші турда Шахтер өз алаңында Ордабасыға ұтылған. Еркебұлан Тұңғышбаев ойынның 89-ші минутында гол соғып кетті. Сөйтіп өз алаңында жеңілген. Сонымен Шахтер биылғы чемпионатта бір тең нәтижесі бар, бір жеңілісі бар. Сонымен жағдайы кішкене нашарлау команданың расын айтқанда. Таразбен тең түскен бірінші турда 0-0. Алыстан соққы және Патрик Твумаси қазір негізі Кетевуамаға пас беруге болатын еді бұл жерде. Александр Заруцкий допты ойынға қосады қазір. Екі ойында да осы қақпашы тұрды. 93-ші жылғы жас қақпашылардың бірі Александр Мокин. Бұл командада Шахтер командасының сапында кішкене жарақат алып қалған. Соған байланысты Заруцкий тұруда әзірге. Бұл жерде Твумаси түсініксіз
іс-қимылдар жасады. Және Астана командасында тағы бір жаңалық бар. Негізі шын айтқанда белгісіз себеп. Көптеген баспасөз құралдарында солай жазуда. Белгісіз нақты Астана командасы бұл жағдайды айтқан жоқ, бірақ бізге белгілі бір ақпарат бойынша Дмитрий Шамко, бұл команданың өкілі, 3 ойынға қатыспайды алдағы. Оқжетпеске қарсы кездесуден кейін Георгий Жуков пен Дмитрий Шамко төбелесіп қалған болатын. Тәртіптік бақылау комитетінің кезекті отырысында аталмыш оқиға қаралып, нәтижесінде Шамко 3 кездесуге алаңнан шеттетілді деп жазды Аладоп KZ сайты. Мінекей осындай ақпарат бар. Екі ойыншы, енді бөлек-бөлек команданың ойыншылары төбелессе, қол жұмсаса бір-біріне түсінікті, бірақ бір командада өнер көрсетіп бір-бірімен жұдырықтасқаны бұл енді әрине жақсы дүние емес. Команданың ішінде барлық жағдай өте жақсы деп айтуға келіңкіремейді деген сөз. Осындай бір келеңсіз дүние пайда болды. Наджарян 7-ші нөмірдегі жас ойыншы. Шахтер сол қапталмен шабуылда. Мехрет Топчагич алдап өткісі келген және бұрыштама болатын болды бұл жерде. Мехрет Топчагичті кезінде өткен жылы Виктор Кумуков алдыртқан болатын командаға. Маусым басында бұл футболшы өте мықты, денелі, ірі біздің командалық ойынға, яғни Шахтер өздеріңіз білесіздер, өңкей ірі денелі футболшылардан тұратын еді. Сол командаға жақсы ойынға келіңкірейді деп айтқан болады. Енді әрине толықтай бір мықты ойнады деп айта алмаймыз, бірақ 10 гол соқты, жақсы нәтиже көрсетті. Содан командада қалып кетті. Наджарян 7-ші нөмірдегі жас футболшы Геворг, Қарағандыда футбол мектебінің түлегі, және Лагиновский қазір сенімсіз құтқа қайтарып отыр допты. Твумаси жылдамдығы өте мықты Твумасидің, бірақ доп аутқа шығып кеткен екен бұл жерде. Твумасидің жүгіре алатындығын елдің барлығы біледі бұл күні. Қазақстан чемпионатын көріп жүрген жанкүйерлер, жылдамдығы бар. Өткенде кейбір ақпарат көздерінде пайда болды. Осы Патрик Твумаси, Кетебуама және Бауыржан Исламхан секілді 3 футболшы Ресей премьер-лигасында ешқандай ойланбастан өнер көрсете алады деген болады. Кейбір баспасөз өкілдері, әрине әркімнің болжамы әртүрлі, бірақ Ресей премьер-лигасында өздеріңіз білесіздер, кішкене деңгей сәл жоғарырақ. Ресей чемпионатында ойнап болғаннан кейін адамдар, көп футболшылар келуде. Мысалға жаңағы біз айтып мақтап отырған Оқжетпес сапында өте тамаша Жолчиев пен Бейсебеков пас алмасқан, бірақ одан кейінгі пасқа ортадан ешкім жете алмады. Мысалға сол жаңағы Оқжетпес сапына Ресей құрама командасында әлем чемпионаттарында өнер көрсеткен Дмитрий Сычев жалға алынып отыр. Сол командаға келіп отыр. Оқжетпестің шабуылшысы енді. Мәскеулік Локомотивтен ауысып келіп отыр. Елдос Ахметов мінекей. Назарларыңызда Жамбыл футбол мектебінің өкілі. Бір шоғыр талантты футболшылар шықты. Осы Елдос Ахметов қатарлас, өздеріңіз білесіздер, қайталап тізімін айтуға болады. Ұзақ Бауыржан Исламхан, Шерхан Бауыржан, Исламхан Бауыржан, Үш Бауыржан, Елдос Ахметов, Ұлан Қонысбаев, Жақып Қожамберді сияқты футболшылар пайда болуда мінекей соңғы кездері. Көп әрине олардың тізімі, және Бауыржан Жолчиев қазір ойын тәртібін бұзды бұл жерде. Ал Шахтер ойыншылары түсініксіз бір іс-қимылдар жасап, ойынды барынша созбалақтатуда. Бүгін әрине сырт алаңда чемпионаттың басты фавориті Астанаға қарсы матчта тең нәтиже көрсетсе де жаман болмас еді Шахтер үшін. Команданың негізгі ойыншыларының бірі Алдин Джилич, Еуропа лигасының топтық кезеңін бастан өткерген футболшылардың қатарынан. Сол кезгі
тізімнен Михаил Габышев қалды. Андрей Парываев бар, Алдин Джидич. Мінекей. Енді Роман Мұртазаев та болды. 1-2 матчта білесіздер. Скендербегге қарсы матчта гол соқты. Роман Мұртазаев. Осындай 4-5 футболшы ғана қалып отыр. Шахтер әйтпесе осыдан 2 жылдың қандай керемет команда еді. Команданың басынан бақ кетті десек болатын шығар. Уақытша енді әрине. Қаржылық жағдайға байланысты. Мысалға сол кезде болған футболшылардың бірі Рохер Канис, мінекей керісінше қазір Астана сапында өнер көрсетуде. Әрине, бірден сол кезде команданы одан ары қарай қолдап жіберу керек еді. Комунковтың сол кездегі командасы өте мықты еді, жасақталынған ұжым еді кәдімгідей. Бірнеше маусым сол тізімдегі футболшылар барлығы біркелкі ойын өткізіп еді. Сол ойынды одан ары қарай жалғастырғанда, кішкене қаржылық жағынан қолдау болғанда, Шахтер келесі жылда мықты өнер көрсетіп қалуы ықтимал еді. Бірақ өздеріңіз білесіздер, қарызға батты, әбден белшесінен. Сөйтіп әйтеуір футболшылардың алдындағы қарызды, ақшаны, айлықтарын зорға беріп тынды. Сөйтіп жаңа маусымға дайындалып отыр. Енді биылғы жаңа маусымда Шахтердің негізгі мақсаты алғашқы алтылыққа ену, бірақ қиындау болады ау. Тура осындай құраммен алғашқы алтылыққа кіру. Парываев. Топчагич. Ал Астананың енді әрине Шахтермен салыстырғанда жағдай жақсы. Өткен жылғы футболшылар тізімі толықтай сақталып қалды. Бір-бірімен ойнап үйренген тамаша пас. Канястан Кетевуамаға Твумаси ортаға. Одан ары қарай қандай жағдай? Максимович жылдам дрибблдауда. Абзал Бейсебеков, Жолшиев. Мінекей, осылайша қайтадан қайтып кетті. Бір ғана мүмкіндікті мүлт жібермеу керек еді. Топчагич Каняспен таласуда. Денесі бар Каняспен таласа алатындай. Кетевуама 3-1 футболшының ортасында ауынан тамаша өткізді. Одан ары қарай Кетевуамаға жақсы пас берілген, бірақ Кетевуамада қазір болмашы жерде қақтығысып құлай салды. Соңғы кездері әлсіз өнер көрсетіп жүр, нашарлап жүр өнері Кетевуаманың. Шын айтқанда Жуков, Твумаси пас асырғысы келген. Дэвид Обридің қателігі бұл жерде. Елдос Ахметов қазір допты ойынға қосады. Кетевуама. Әуелете асырылған пас. Абзал Бейсебеков ұмтылды, бірақ бұл жерде Михрет Топчагич бар. Таласқан болатын бұл жерде допқа. Михрет жеңіліп қалды әрине. Кішкене доп аутқа да кетті ойын шамасы. Елдос Ахметов. Мінекей Немanja Максимович. 6-шы нөмірдегі Сербия жастар құрама командасының капитаны. Және түсініксіздеу пас. Әрине Кетевуама паспен таласа алатындай жағдайда емес, негізі бойы аса қатты ұзын футболшылардың қатарына жатпайды. Сондықтан да жермен ойнаған дұрыс болар еді қазір Астана ойыншыларына. Жиырма екінші минут. Алдин Джидич, Дэвид Обри. Шахтер қазір шабуылға шықпақ. Және қазір мен параллель өтіп жатқан тағы бір ойынның нәтижесін айта кетейін. Қайрат Жетісу арасындағы матч. Есеп 0-0, 19 минут өтуде. Бұрыштамалар саны 1-2. 2 бұрыштама көтерді. Жетісу бұл жағынан алға шыққан. Және Қазақстан чемпионатындағы тура қазіргі бомбардир Жерар Гоу екендігін білесіздер. Бұл футболшы бірінші турда 3 гол соғып бастады бірден. Қазақстан чемпионаттарының тарихында бірінші турда бірден хет-трик жасаған футболшы біреу ғана болған осыған дейін. 1992 жылы
Тілеухан Тұрмағанбетов қайсар ойыншысы автомобилист қақпасына 3 гол соққан. 92 жылы алғашқы Қазақстан бірінші чемпионатында. Содан кейін алғашқы чемпионатта хет-трик жасау деген дүние жоқ болып кеткен. Енді мінекей биыл Жерар Гоу, Қайраттың шабуылшысы 3 гол соқты. Сөйтіп екінші нәтижені тіркеп отыр. Бұл жағынан алғашқы турда 3 гол соғудан. Одан кейін Астананың сапында кәсіпкерлер көрсетілген Твумасиде 2 гол бар, Каньяста 2 гол бар, екеуінде пенальтиден соқты. Рохер команданың негізгі пенальтисті, Жуков ойын тәртібін бұзды бұл жерде. Сонымен қатар Мақсат Байжанов та 2 гол соғып үлгерді. Атырауға ауысып, Мақсаттың кішкене ойыны сүрді, өз-өзіне сенімділік ала бастағандай. Мінекей осындай жағдайда. Енді бұл қазіргі уақытша дүниелер, статистика қазір бүгінгі турдан кейін өзгеретіндігі сөзсіз. Бірнеше гол соққан футболшылар бар. Бомбардирлік тізімде енді Жерар Гоу бүгін тағы да гол соғып жатса, әрине ешкімге жеткізбей, ұстатпай кетуі мүмкін. Твумасиге мүмкіндік бар, Жерар Гоуды қуып жетуге. Бүгін әрине өз-өзін көрсете алатын болса. Сонымен қатар бұл командада Ян Вошаглик есімді футболшы пайда болды. 24-ші нөмірмен өнер көрсетуде, жартылай қорғаушы, қорғаныста көбірек қайтып жүр. 89-ші жылы туылған чехиялық легионер. Осыған дейін Чехияның Славия және Ческе Будевице командаларында өнер көрсеткен Ян Вошаглик. Осындай легионер бар. Сонымен қатар жаңа легионерлер тақырыбын қозғаған соң чемпионаттың басы болғандықтан біз міндетті түрде Астана сапындағы Каспер Ларсенді да айта кетуіміз керек. Ол да жастар командасында өнер көрсетеді. Даниялық футболшы, қорғаушы, түбі болашақта Астананың негізгі ойыншысына айналады деуде. Соққы бағыттауға болады, бірақ бұл соққы өте нашар болды. 22-ші нөмірдегі Михаил Габышевтің орындауында. Никола Покривач 13 нөмірде. Габышев. Әлсіздеу болды бұл жерде пас. Және ойын тәртібі бұзылды. Астана командасының бір футболшысы қазір алаң жиегінде жатыр. Лагиновский допты ойынға қосады қазір. Сонымен Қазақстан чемпионатына қайтадан оралған Хильниченко алғашқы голын соқты Тараз қақпасына. Кетевуама пас және өте білді. Абзал Бейсебеков әулет асырылған пас және соққы бағыттайтын ешкім жоқ. Елдос Ахметов келе қалды. Твумаси екі футболшының ортасында соққы. Соққысы қиыс кетті, бірақ бұрыштама. Бұрыштамада әжептеуір жақсы. Стандарт гол соғам деген адамға. Твумаси бұрыштама добын орындайды болады. Жермен және соққа Кетевуамаға берген болатын. Кетевуама қайтадан Твумасиге, екеуі бірін-бірін жақсы түсінуді, бірақ Твумасидің допты тоқтатуы нашар болды бұл жерде. Және бүгінгі матчта бұрыштама саны бойынша есеп 1-1 болды. Допқа 50% көрсеткіші 57-де 43 екен. Астанада кішкене көбірек басымдылық бар. Қақпаға соққылар бағыттаған 2-0. Дәл ұшқан соққы әзірге жоқ екен қақпаға 0. Фолдар саны 3-3. Офсайд 1-0. Мінекей осындай жағдай. Бұл статистикалық мәліметтерді бізге Sports.kz ақпараттық порталы ұсынуда. Біздің ақпараттық демеушіміз
жерде кім ойын тәртібі бұзғаны қазір анықталады. Негізі Астана ойыншылары кішкене дөреклеу ойнағандай. Алдин Джилич Қазақстан азаматтығын алып, тіпті біздің ұлттық құрама командаға да алынғысы келген, бірақ соңғы жылдар білесіздер, Қазақстанда заң пайда болды. Қазақстан футбол мектебінің түлегі деген. Алдин Джилич Қазақстан футбол мектебінің түлегі емес, сондықтан да қанша жерден азаматтық алса да Қазақстан құрама командасына ойнай алмайды екен. Ал бірақ бір жағынан тағы да оның бір минусы бар. Қазақстан футбол федерациясында осы жақын арада бұл мәселені көтерген болатынымыз. Қыран футбол командасының шабуылшысы Мұрат Өнал туралы өздеріңіз білетін шығарсыздар. Голландиядан келген қазақ. Мұрат Өнал ол Голландия азаматы, бірақ ұлты қазақ еді. Қазақша сөйлейді кәдімгі. Қазақтың кәдімгі жас жігіті. Қарапайым Голландияда өскен, Голландия футбол мектебінің түлегі. Бірақ ол енді Қазақстан футбол мектебінің түлегі болмаса да ұлттық құрамаға ойнауға мүмкіндігі бар. Ол үшін ол Қазақстан құрама командасына бір ойын өткізу керек. Осындай жауап алдық. Және Бауыржан Жолшиев қақпаға соққы бағыттады. Қақпашы құтқарды және одан кейін Алдин Джилич келді. Шынында да жаңағы тақырыбымызды соңына жеткізетін болсақ, осындай бір түсініксіз оқиға. Қазір ешкім нақты жауап бере алмайды. Яғни футболшы легионер болса, ұлттық құрама командада бір ойын ойнаса, одан кейін ол Қазақстан футболының түлегі болып саналады екен. Ұлттық құрамаға бір матч өткізеді. Ал ұлттық құрамаға матчты қалай өткізеді? Шетел азаматы. Түсініксіз және гол! Бауыржан Жолшиевтің орындауындағы өте тамаша соққы және гол. Пас керемет болды. Бұл жолы пасты Фокси Кетебуама орындаған болатын. Твумаси емес. 60 нөмірдегі Немanja Максимович. Өте тамаша соққы. Бауыржан Жолшиев екен деп қалсақ, қолды қасында тұрған әйтеуір. Өте тамаша мінекей. Әуелете асырылған пас және 60 нөмірдегі Немanja Максимович. Бауыржан оны бірден құттықтады. Мінекей Немanja Максимович өзінің Қазақстанға келгендегі жалпы өзінің деңгейінің жоғары екендігін бірден осылай көрсетуде. Өте тамаша соққы. Сербияның жастар құрама командасында өнер көрсетеді бұл футболшы. Дәл мынандай ойынымен әрине жақын арада Қазақстан чемпионатынан кетіп қалуы мүмкін. Үлкен бір қаржы төгіп бұл футболшыны Астана командасы өзінде сақтап қалмаса. Немanja Максимович қазір 95-ші жылғы бүгін чемпионаттағы екінші голын соғып отыр. 3-ші ойынға қатысуда. 95-ші жылғы футболшы. Әрине, мінекей, осындай мықты легионерлер керек біздің чемпионатқа. Жас, болашағынан зор үміт күттіретін осындай футболшылар. Әйтпесе, білесіздер, 3-ші, 4-ші сорттағы футболшылар келіп жатады. Және Сербия командасының 19 жасқа дейінгі Сербия құрама командасының сапында 2013 жылы Еуропа чемпионы атанған болатын. Мінекей осындай нәтиже бар. Црвена Звезда командасының қызыл жұлдыздар баяғы атақты сол команданың қосалқы құрамында өнер көрсетті. 2013 жылдан бастап еркін футболшы, яғни ешқандай клубқа тиесілі емес. Және сол Еуропа чемпионатында 4 ойынға қатысқан екен.
жартылай финалда алаңда өнер көрсетті. Және кішігірім Сербия командасы сенсация жасап, финалда жеңімпаз атанған. Сонымен 7-ші қаңтар күні Астана командасына ауысқан. 2,5 жылға келісімшартқа қол қойған екен Немanja Maksimović. Бойы 189 сантиметр, 20 жасар ойыншы, ірі денелі, расында да 20 жастан осылай мықты нәтиже көрсетіп жатса, бұл футболшы түбінде мықты болады деген сөз. Демек, Немanja Maksimović, Рохер Каньяс арасындағы керемет байланысты тамашалап отырмыз деген сөз. Жуков бар оның үстінде. Жуков бірақ көбінесе жылдамырақ, кәдімгі бір оқыс пастар беріп, шабуылды үдете кететін ойыншы, ал Немanja Maksimović пен Каньяс екеуі ірі денелі, кәдімгі ойынды тоқтатады. Мінекей көріңіздер. Көкірекпен итерісіп, тартысып жүріп, топты тартып алатын жағдай бар. Мехрет топча кешті, қазір қаға баса жөнелді. Сөйтіп топты Астана командасына қалдырып отыр. Артқа қарай қайтарды мінекей. Шахтер ойыншылары 35 минут, есеп 1-0. Maksimovićтің жалғыз голы. Және Шахтер қазір тағы да қорғануға мәжбүр. Бауыржан Жолчиевтің соққысы алыстан өте жойқын соққы. Керемет. Қазақстан құрама командасының ойыншылары осылай жақсы ойнағаны бізге керек, өйткені жақын арада білесіздер. Тағы да соққы! Твумаси жап-жақсақ өткен болатын, бірақ соққысы нашар болуда бұл футболшының. Қазақстан құрамасының ойыншыларының жақсы ойнағаны керек деп отырмыз әрине, өйткені біздің футболшыларымыз 28-ші наурыз күні Исландияға қарсы матч өтеді осы жерде. Және Елдос Ахметов қазір жарақат алған сияқты. Сары қағаз көрсетілді бірден. Көрейік қазір қандай жағдай орын алғандығын. Жан дауысы шықты Елдостың әрине. Ойындарды бұзған кім екен? Қазір анықтаймыз әрине. Бейне қайталау болса. Бірақ Елдос мінекей оянды, барлығы аман есен, ештеңе болмаған сияқты сақатты. Ойынды одан қарай жалғастыруға шамасы жететіндей. 24-ші нөмірдегі ойыншы бұл Ян Вошаглик. Жаңағы айтып өткен чехиялық легионер Ян Вошаглик сары қағаз алды. Анық бұзден әрине бұл жерде. Марин Аничич топты ойынға қоспақ. Сонымен қатар жаңа біз айтып отырмыз, 2-1 жас футболшыны алды, біреуі тағы да қорғаушы пайда болды. Каспер Ларсен деген даниялық футболшы, бойы 1,90, салмағы 80 келді. 93 жылғы 22 жасар ойыншы. Мінекей осылай ірі денелі футболшының Данияның. Түбі Дания құрама командасында өнер көрсетіп қалуы мүмкін дегенде болжамдар бар. Өйткені Данияда бұл футболшыны өте жақсы біледі, жақсы ойынын бағалайды төрешілер, бапкерлер. Каспер Ларсенді Астана сапында жұлдыздардың қатарына кіріп жатса таң қалмаңыздар. Осыған дейін Данияның Оденсе командасында өнер көрсеткен екен. 81 матч өткізіп 2 гол соққан екен. Аренда, яғни жалға алынған Астана командасымен 2015 жылдың 31 желтоқсан, яғни осы жылдың соңына дейін. Мінекей осында келісімшарт құрылған.
Парыбаев. Алдин Жидичке. Бірінші таймның соңында енді әрине Шахтер шабуылдау керек. Ойынның есебін теңестіруге тырысу керек. Жап-жақсақ пас. Сол жаңағы Ян Вошагликке. Наджарян. Топтан айырылды. Шахтер ойыншылары. Твумаси Кетевуамаға. Кетевуама бірден Твумасиге. Твумаси пас беретін әріптестерін қарастыруда. Және доп оп-оңай қазір қақпашы Заруцкийдің қолынан табылды. Твумасидің бүгінгі ойыны өте нашарлау болып тұр, расын айтқанда. Станимир Стойловқа да аса қатты ұнап отырмаса керек. Қазір оның орнына екінші таймда Ұлан Қонысбаевты шығаруға болады негізі. Және кішігірім жарақаты бар Таңат Нөсербаевты бүгін қосалқы құрамда қалып отыр. Сонымен қатар мен өз басым Тоқтар Жаңғылышбай деген футболшыны, Шахтерден ауысып келген ойыншының Астана сапындағы ойынын көргім келіп отыр. Шабуыл өтінде өнер көрсететін жігіт. Жас шабуылшы Тоқтар Жаңғылышбай Қазақстан жастар құрама командасында өткен жылы өнер көрсеткен, биыл жасы асып кетті 21-ден. Астана сапында ойнағанын көргіміз-ақ келуде. Бауыржан Жолшиев, Алдин Жидич қазір тартып алған болатын, және Твумаси дәл алдына келген допты бірден тебе салды, ойланған жоқ, дұрыс жасады, бірақ соққы нашар болды. Заруцкий допты ойынға қосуда мінекей. Ал параллель өтіп жатқан ойында 36 минут өтуде есеп 0-0. Қайрат Жетісу арасындағы кездесуде. Ешқандай өзгеріссіз. Былайша айтқанда мінекей Немanja Максимович, сербиялық легионер, Абзал Бейсебеков, Никола Покривич, легионер, Шахтердің өткен жыл маусымнан қалған хорватиялық легионер, тәжірибелі ойыншы. Алдин Жидич. Жидич негізі осы маусым аралық үзілісте команда ауыстырып кетуі де мүмкін болған. Бірақ әйтеуір барлығы жақсы болды. Қазір Алдин Жидич Босния азаматы легионерлер қатарында өнер көрсетуде. Және бұл команданың қорғанысында Никола Васильевич болған. Әлі де бар негізі командада тіркелген, бірақ жарақатына байланысты алаңға шыға алмайды. Каняс. Енді әрине осындай соңғы кездері Ненат Эричтің білесіздер Қазақстан құрамасының қақпашысы атағына салғандығын бір мезетте байқадыңыздар. Қазақстан азаматтығын алды. Мүмкін деймін осы Патрик Твумаси сияқты, Роджер Каняс сияқты футболшыларды алу керек шығар, бәлкім. Ақыры біз шын айтқанда аса қатты мықты емес футболшыларды да алып жатырмыз ғой. Құрамамызды ойнап жүрген небір жігіттер. Түсін түстеп атын атамай қояйық. Бірақ олардан да мықты ойнайтын футболшыларды неге алмасқа? Жүр ғой осы ішкі чемпионатта небір мықты легионерлер. Құрама команданы күшейтеді. Ақыры қазақтың жігіттері дейміз ау, Қазақстанда туып өскен орыс футболшылардың өзі, өзге ұлт өкілдерінің өзі негізгі құрамда өнер көрсете алмай жатқанда жағдайлар болып жатыр. Сондықтан да ешқандай бұл жерде таңғалудың керегі жоқ. Обри өте тамаша алдап өтті қазір оның әріптесі. Шахтер шабуылда.
Алдын Желич. Қаптал арқылы мінекей шабуылдауда. Шахтер енді әрине шабуылдап көрмек. Есепті теңестіру керек. Наджарян, мінекей жас футболшы, өте тамаша пас және Михрет Топчагич. Таза гол соқты, ешқандай офсайд жоқ бұл жерде. Михрет Топчагич. Және Геворг Наджарянның пасын айтсаңызшы, өте тамаша, ортадан кесіп тұрып берді. Шын айтқанда мен мұндай пасты күткен жоқпын. Жас футболшыдан мына жерде енді керемет пас. Ал енді бағанан бері айтып отырмыз, бұл футболшы, бұл шабуылшы мұндай мүмкіндікті жібермейді. Михрет Топчагич Аустрия чемпионатында өнер көрсеткен футболшы, өткен жылғы Шахтердің легионері, биылғы маусымдағы алғашқы голын соқты. Мінекей, бұл жерде Топчагичтен гөрі Наджарянды көбірек құттықтауда, өйткені жас футболшы үшін лимиттің арқасында алаңға шығып жүрген ойыншы үшін мынандай пас беріп көзге түсіп көрді. Бұл әрине өте тамаша. Шахтер сапында өткен жылдары білесіздер, тағы бір Геворг болған, ол Казарян еді. Ол да мықты ойнайтын еді. Түбі украиналық командаларға ауысып тынған, бірақ ол жақта да жағдайы нашар болып жатыр. Грекия чемпионатына кетті әйтеуір. Тағдыры тәлкекке түсті әйтеуір түсініксіз болып кетті. Сол Казарянға қазір осы күн жете алмай да қалдық. Мінекей, сонымен есеп теңестіру керек деп отқанбыз. Шахтердің өзі ойы сол еді. Жай бір шабуыл жасатты, бір гол соқты. Мінекей, нәтиже дегеніміз қайда. Шахтердің осы шамасы қазір мына статистикалық мәліметтерге қарайық. Дәл солай, бірінші соққысы қақпаға дәл бағыттаған. Сол дәл соққыдан бір гол соғып отыр. Қақпаға өзі дәл бағыттаса гол көреді екен Шахтер. 2 минут уақыт қосыпты. Төреші. Тағыда Наджарян, өте тамаша соққы. Әріптесі соққы жасаған. Қайтадан Наджарянға беру керек еді. Жаңағы бразилиялық футболшымыз. Ойыны кішкене бразилиялық адам ойына ұқсамайды. Байқасаңыздар. Педро Петраци. 90-шы жылғы 25 жасар футболшы. Бразилиялықтар кішкене жақсы ойнаушы, дәлірек теуіп дегендей айдалаға бір тепті. Тағы да сол Бауыржан Жолшиев жете алмады, жата жастана топты тартып алғысы келген. Париваев жақсы пас, негізі бұлай ойланып қарағанға, бірақ түсінбей жатыр. Командада футболшылардың барлығы бірін-бірін түсінбегенде ол да бір қайғы негізі. Твумаси футболшының ортасында жылдамдық бар жігітте байқадыңыздар, бірақ одан кейінгі жасағаны нашар болды. Кетефуама бір ала көзімен қарады. Мынаның өз есі дұрыс па дегендей. Тура менің қасыма келіп топты маған бермей қарсыласқа бере салған несі дегендей. Өткен жылғы маусымды жақсы бастаған Твумаси, бірақ биыл кішкене салбыраңғы күйді. Кетефуаманды негізі жесіп тұрған Жамал. Өткен жылдың соңын жақсы өткізген. Марина Ничич. Каняс. Жолшиев. Бауыржан Твумасиге. Твумасидің алдында Алдын Желич соңына дейін өнер көрсетіп жатқан. Және шабуылды соңына дейін жеткізген жоқ. Төреші ойынның бірінші таймын ысқырығымен аяқтай салды. Сонымен бірінші тайм өте нәтижелі өтті. Есеп 1-1. Қадірменді көрермендер. Немания Максимович соққан голға жауап ретінде Михрет Топчагич гол соқты. Есеп 1-1, бірінші тайм аяқталды. Мінекей 6-шы нөмірде сербиялық Немания Максимович Астана жанкүйерлерінің гол соғып қуантқан болады. Әлгі бір тұста Астанада бүгін -1 градус, бірақ стадионның іші жылы. Мінекей Тоқтар Жаңғылышбай, Михрет Топчагич екеуі сөйлесуде, екеуі бұрынғы командаластар. Шабуыл өтінде өнер көрсеткен жігіттер, оның үстіне білесіздер.
Михреттің орнына талай мәрте Тоқтар алаңға алмасып кірген болатын. Астана аренада осындай әдемі сұлу жанкүйерлер отыр. Мінекей Астанадағы осы футболдан үнемі қалмайтын жанкүйерлердің бірі Нұрмахан бауырымыз отыр. Астана аренада өтетін кез келген футбол матчын жібермейтін жанкүйерлердің бірі. Әрине, футболға деген махаббат солай болу керек. Ғаламторда әрине көптеген жанкүйерлер бар. Стадионға бар футбол көрмей, сыртынан әйтеуір балағат айтып жазып отыра береді. Бару керек, стадионда көру керек. Сонымен матч қалай басталды? Тағы бір мәрте тамашалап өтсек, кішігірім хайлайтс назарларыңызға. Мінекей Алдын Жидич өте көңілді, және тура осы бір тұста Михрет Топчагич шабуылға араласып бара жатып бір Ненад Эричті аяғымен жанап кеткен болатын. Содан Ненад Эричтің орнына алаңға Владимир Логиновский 85 нөмірдегі қақпашы шыққан болатын. Одан кейінде Шахтер шабуылдады. Соққы өтпеді бұл жерде. Қауіпті жағдай деп енді айтуға кішкене келіңкіремейді бұл жерлерде. Бұл жерде Астана командасының сауатсыз қорғанысы және Шахтердің нашар шабуылы десек болатын шығар. Және мінекей Бауыржан Жолшиевті гол соғатын мүмкіндік болған. Бұл жерде Заруцкий кедергі келтірді. Алдын Жидич одан кейін ойланған жоқ. Және Заруцкийдің шыға берістегі қателігі және Немanja Максимович өте тамаша орындады барлығын. Есеп 1-0 болды осы жағдайдан кейін. Мінекей Немanja Максимовичтің голы. Одан кейін Бауыржан Жолшиевтің соққысы алыстан бағытталған. Бауыржанда бір алыстан бағытталған соққысын тексеріп көрмекші болған. Енді Твумасиде бұл таза гол соғуға болатын мүмкіндігі жап-жақсақ ұмтылған. Дәлірек бағыттау керек еді. Бұл жерден әрине Жуковқа пас берем деп қателесті. Твумасидің тағы бір соққысы. Одан кейінгі және өте тамаша пас. Наджарян өте әдемі берді негізі. Шын айтқанда өз байқамайда қалған сияқты. Ал енді мұнандай жарты мүмкіндікті голға айналдыратын Михрет өте мықты. Аустрия чемпионатында 20 шақты гол соғып бомбардир болып жүргендігін, бекер еместігін дәлелдеп отыр. Статистикалық мәліметтер: голдар саны 1-1, соққылар 7-5, қақпаға дәл бағытталғаны 2-1, допқа иелік ету пайыздық көрсеткіші 54-46, бұрыштамалар саны 2-1, офсайдтар 1-1, тәртіп бұзу 6-4. Мінекей осындай статистикалық мәліметтер бар бізде. Қадірменді көрермендер, кішігірім үзілістен кейін эфирге қайтадан оралатын боламыз екінші таймда. Армысыздар, тағы да қадірменді Казспорт арнасының көрермендері. Екінші таймға келіп ораламыз. Астана арена стадионында өтіп жатқан кездесу. Астана және Шахтер арасындағы матч. Бірінші таймнан кейін есеп 1-1. Мінекей матч басталды, екінші тайм басталды, яғни ойыншылардың құрамымен таныстырып өтсек. Астана командасында нөмірі 85-ші қақпада Владимир Логиновский. Негізі Ненад Эрич тұрған, бірақ жарақат алып ойыннан шығып кетті. Канястың соққысы нашар. Және кішкене тайғанақтап
құлап кеткен екен Рохер. Екінші нөмірде Елдос Ахметов қорғаушы. 44 нөмірде Евгений Постников, нөмір 5 Марин Аничич, нөмір 15 Абзал Бейсебеков, нөмір 22 жартылай қорғаушы Бауыржан Жолшиев, нөмір 88 Роджер Энауа Каньяс, нөмір 10 Фокси Кетевома команда капитаны, 23 нөмірде Патрик Твумаси, нөмір 8 Георгий Жуков, нөмір 6 Немания Максимович. Астананың ойыншылар тізімі осындай. Бауыржан Жолшиев шабуылда пас беріп үлгермеді және топ қазір өте қиысы ұшты. Команданың бас бапкері Станимир Стойлов. Бірінші таймда Астана сапынан гол соққан 60 нөмірдегі Немания Максимович. Және оны теңестірген Мехрет Топчагич. Өңкей Ичтер. Ичтер мен Вичтер. Соны бір жылдары Қазақстан чемпионаты туралы бір мақала жазған болатынбыз. Қазақстан чемпионатында ВИЧ-инфекциясы деп. Шынында да ВИЧтер қаптап кеткен бір маусым болған. Түгел сербиялықтар еді чемпионатымыз. Қазір сербиялықтар азайды, басқа мемлекеттерден сапалы легионерлер келе бастады. Әуелете асырылған пас, бұл енді Лагеновскийдің добы. Сонымен Шахтерді таныстырып өтейін. 13 нөмірді қақпашы Александр Заруцкий, 22 нөмірді Михаил Габышев қорғаушы, 52 ортада Дэвид Обри, нөмір 20 команда капитан Алдин Джидич, нөмір 17 Андрей Парываев, нөмір 10 Никола Покривач, нөмір 7 Геворг Наджарян, нөмір 5 Петро Петраци, нөмір 24 Ян Бошаглик, нөмір 45 Роман Мұртазаев, нөмір 9 шабуылшы Мехрет Топчагич. Команданың бас бапкері Владимир Чебурин деген азамат. Астана командасының жанкүйерлері қолдауда. Бізге бүгін тек қана жеңіс керек дейді. Ал жеңіс үшін қазір Астанаға тағы да бір гол соғу керек. Постников, Каньяс, Максимович. Мәнекен Немания Максимович. Бағаның бері мақтаған футболшымыз өте жылдам өнер көрсетеді. Жолшиев, Жуков топтан айырылды. Петраци да айырылды мінекей. Ұзақ ойланатын бразилиялық футболшы екен. Және доп қазір Заруцкийде. Сәл болмағанда Твумаси бос қақпаға допты бағыттап жіберуі әбден ықтимал еді. Астана ойыншылары топты ұзақ ұстауда. Каньястың пастары осында керемет. Бірақ бұл допқа кім ұмтылғаны түсініксіз. Бауыржан Жолшиев жоқ. Ұмтылмады бұл допқа. Заруцкий Александр. Бошаглик чехиялық. Чехияның әжептәуір гамалдарында өнер көрсеткен екен. Кетевома пас асырған және Елдос Ахметов. Қазір бір-бірімен қақтығысып қалған сияқты Заруцкий. Өз қорғаушысымен Елдос Ахметов соңына дейін ұмтылды. Эпизодты соңына дейін жеткізді. Енді әрине Елдосқа бүгін жақсы ойнау керек. Барлық бүкіл өнерін көрсету керек. Өйткені негізі бұл позицияда Шамко өнер көрсететін білесіздер. Дмитрий Шамко, енді Шамко Жуковпен төбелесіп, қақтығысып, тура матчтың ортасында осындай бір кикілжің орын алғаннан кейін Шамко 3 матчқа қатыса алмайды. Чемпионаттағы сол 3 матчта Елдос Ахметов өз-өзін көрсетуі тиіс, дәлелдеуі тиіс бас бапкерге. Өте тамаша тасталынған аут және өте тамаша соққы!
қақпа бағанына тиіп қалды. Бұл жерде Шахтер командасы есепті одан қарай еселеуі мүмкін еді. Және Геворг Наджарян бірінші мүмкіндікте Топчагич гол соққан кезде керемет пасты берген жас футболшы Геворг Наджарян есепті тіпті 1-2 қылып кетуі бек мүмкін еді. Өте тамаша жағдай еді. Тіке тепкен және қақпа бағанына тиген. Логиновскийді ешқандай қайтармаған бұл тұста. Әрине, өте тамаша. Және шабуылдың түбі қалай басталғандығын байқадыңыздар ма? Алаң жегінен допты Парываев асырған болатын. Өте тамаша асырды және Вошагликке келген доп. Бұл мүмкіндікті әрине тағы да бір мәрте қайталап көру керек бізге. Ал енді Астана қайтер. Абзал Бейсебеков қапталға Бауыржан Жолшиев. Жолшиевке тура сол Парываев қарсы ойнауда және допты тартып алды мінекей. Бұрыштама добы орын алатын шығар қазір. Георгий Жуков шабуыл жасаған болатын. Тура осы матчпен қарымта қатар өтіп жатқан ойын бар. Қайрат Жетісу Алматыда бірінші тайм аяқталған, екінші тайм әлі басталмапты. 0-0 әзірге ол матчта. Сонымен бұрыштама добы Бауыржан Жолшиев, Твумаси соққы және биік кетті. Бұл соққыны Елдос Ахметов бағыттады. Жоқ, Абзал Бейсебеков бағыттады деген. 15-ші нөмірде бойынша. Мінекей осындай қызықты жағдайлар орын алды. Шахтерді қарап қалып жатқан жоқ, құралақан емес, шабуылды жап-жақсақ ұйымдастырып қоятын ұжым екендігін көрсетуде. Әсіресе мынау әрине Геворг Наджарян есімді футболшы бізді таңғалдыруда. Қазір мен сіздерге айтайын, бұл футболшы 98-ші жылғы небәрі. Аса қатты көп бір ақпаратта жоқ бұл футболшы туралы. Бауыржан Жолшиевтің берген пасы нашар. Твумаси Обриден өтпеді. Геворг Наджарян Қазақстанның 17 жасқа дейінгі құрама командасының өкілі. Сол команданың капитаны. Қазір топ Астана ойыншыларынан кетті. Ештеңе жасай алмады бұл жерде. Мінекей осындай талантты футболшы тағы да бір пайда болған сияқты. Геворг Наджарян есімді. 17 жасында жақсы өнер көрсетіп жүр. Демек, жақын арада Қазақстан жастар құрама командасына алынып қалуы мүмкін. Ал одан кейін ұлттық құрамаға да жол ашылмақ. Бұл футболшыға дәл осындай ойынды жалғастыра беретін болса әрине. Бүгін тамаша пас берді. Екі ортада тағы да прессинг жасап жүр. Кетевуаманың пас өткен жоқ. Пас алмасуда Шахтер ойыншылар өте жақсы пас. Өте керемет, одан ары қарай Роман Мұртазаев өзінің бұрынғы жастар құрама командасындағы әріптес Абзал Бейсебековтен өте алмады. Бейсебеков тағы да қателескен, шабуылды Мұртазаев жалғастырмақ. Пас Парываевқа, Парываев қапталға соққы және Логиновский қайтарды. Бұл жерде Ян Вошаглик болған. Барлығын өте тамаша жасаған Вошагликте. Тек Логиновскийдің керемет шапшаңдығын айта кетуіміз керек. Кішкене саусақтарын қайырып талған сияқты. Мінекей қараңыздаршы. Алыс бұрышқа тастау керек. Тағы да бұрып тұрып. Тура қақпашыға тебе салған секілді. Бұрыштама добы. Көрейік, әлі де шабуыл аяқталған жоқ. Баспен гол соғатын жігіттер баршылық. Алдин Чидич келді. Обри келді. Қорғаушылар орталық. Алдин Чидичтің баспен гол соға алатындығын сіздер өткен жылғы чемпиондар лигасының іріктеусіннен білетінде шығарсыздар. Тағы да бір қитұрқы әдіс бұрыштама Кетевуама шығарып жіберді. Габышев Михаил. Чидич.
Ойын тәртібі бұзылды, бірақ доп Шахтерда одан ары қарай жалғастыра беруге болады. Соққы! Өте қиын. Соңғы минуттары Шахтердің кәдімгі бір басымдылығы сезілетіндей. Былай қарасаңыздар, шынымен де Шахтер командасы Астана аренаны ешқашан бір сырталаң деп санамайды. Өйткені Астанада Қарағандының жанкүйерлері де өте көп білесіздер, және Шахтер осыдан 2 жыл бұрынғы чемпионаттың алғашқы 4-5 турын осы Астана арена стадионында өткізген болатын. Сонымен қатар Қарағандыда стадион енді қыстың күні білесіздер осындай жабық манеж жоқ, сондықтан да қыс қатты суық, көктемнің өзі суық білесіздер. Сондықтан да Шахтер Астана аренада біраз чемпионаттың ішкі чемпионаттағы ойындарды өткізген, және Чемпиондар лигасы деп отырсыз, Еуропа лигасының топтық кезеңі деп отырсыз. Сол матчтардың барлығында Батыден басқа матчты. Ең алғашқы Батымен өткен кездесу Қарағандыда өткен, толық стадион, 20 мың адамдай келген ойын. Ол ойынды әрине қарағандықтар ешқашан ұмытпайтын шығар. Сол ойыннан басқасын барлығы осы Астана аренада өткен еді. Сондықтан да Астана аренаны Шахтер үшін жат стадион деп айта алмаймыз. Өз үйінде жүргендей ойнауы тиіс. Тағы да ойын тәртібі бұзылды. Бұл жақта кім? Постников жатыр. Постниковтың танауынан ұрып өткен қайсысы? Тыңқ еткізіп. Енді қарбалас қақтығыс байқаусызда айбалаңда адам көп кезде біреуінің қолы тигенде. Астана ойыншылар бүгін Шахтердан көресінді көрді әйтеуір. Бірінші таймнан бастап, жарақаттан жарақат. Елдос Ахметовтың өз бағана жан ұшырып айқайлаған кезде зәреміз ұшып кетіп еді. Бірдеңе болды ма деп. Аман екен. Одан кейін мына Михретте бір тұяғымен теуіп көтті. Ненад Эричтің басы. Ол Ненадымыз қазір кішкене есі орнына келді бекен, білмейді әйтеуір. Алаңнан өз күшімен кете алмады, білдесіздер. Қиын жағдайда қайды. Пас беру кезінде Наджарян қателесті. Жас футболшы түсінуге болады. Толық құранды бір негізгі команданың ойыншысы емес. Жас футболшы болғандықтан жүр. Тәжірибе жетіспейді. Максимович, менеки 6 нөмірдегі ойыншының өнеріне қараңыздар. Жылдам тез шешім қабылдайды. Қазақстандық басқа футболшылар асықпай, допты қабылдағаннан кейін жан-жағына қарап, кім бар деген сияқты аспанға басты бір көтеріп, содан кейін пас береді. Кейбір пастар мінеки осындай. Түсініксіз әйтеуір. Ал Максимовичке қарасақ, жылдам қимылдап жүр. Бауыржан Жолшиевтің орнына Таңат Нөсербаев шығатын болды. Астана командасын сатында. Бауыржанның өнері ұнамаған сияқты бас бапкерге. Таңат Нөсербаев шықты. Кішігірім жарақаты бар дегенбіз, бірақ жарақатынан айығатын кезге жетті. Таңат Нөсербаев нағыз шабуылшы шықты. Пайда болды әйтеуір. Кете боама допқа таласқан. Қапталға сырылған бас, өте нашар бас. Никола Покривочтың берген бас. Өзінің аты жөні, фамилиясына сәйкес өнер көрсетті. Қолына тиіп кетті қазір Жуковтың. Бірақ топ бәрібір Шахтерда. Паребаев. Михрет Топчагиш келе қалды. Тамаша. Педраци. Педро Наджарян. Мінеки топпен жас футболшы. Әулеті пас асырылды. Михрет Топчагишке және Роман Мұртазаев. Соққы бағыттаған болатын. Кішкене дұрыс жатпады аяққа. Роман Мұртазаев та бұл Астана арена стадионында тамаша әдемі голдарды соқты негізі. Расын айтуымыз керек, өткен жылы өздеріңіз білетінде шығарсыздар. Исландияға қарсы жастар командасы кездесу өткізген кезде осы Роман Мұртазаев сонау арғы 9-лыққа топ өткізіп алыстан жойқын соққы жасаған болатын. Ол голы есімізде. Одан кейінгі анау Скендербеу қақпасына соққан добы бар. Оны да естен шығармаймыз. Тарихи голдардың бірі Чемпиондар лигасындағы
Сол кезде де Роман негізгі құрамда өнер көрсетіп жүрді. Осы Роман Мұртазаев пен Тоқтар Жаңғылышбайға алаңнан ойып тұрып орын беріп отырды. Андасында алаңға кіргізіп жүрді. Виктор Кумыков сол кезден осы екі жасқа сенген екен. Түбі болашағы бар футболшылар деп айтып жүретін ол кісі. Екеуі де қазір жаман емес. Бірі Шахтердің, бірі Астананың сапында жүр. Твомаси, Нөсербаев. 4-1 футболшының ортасынан қиын болды. Наджарян. Алға қарай асырды допты. Доп қайда қазір. Жоқ, тос алмады Георгий Жуков. Георгий Жуков та биылғы маусымның ортасында бір шама қиқу көрсетті. Әйтеуір ағылшынның Чарлтон командасына ауысады деген әңгіме шықты. Сол жақта жаттығу жасап жүрді еді. Бір күні Стандарт деген Леждің командасына ауысатын болды. Өз негізі ауысқанда сол команданың футболшысы ғой. Астанада жалда жүрген. Сол қайтадан жалға жүргендігін одан ары қарай жалғастыратын секілді Георгий Жуков. Оның үстіне Қазақстан құрама командасының ойыншысы атанғысы келеді. Ұлттық құрамаға алыну керек. Астанадағы матчтардың көбісінде әдемі голдар соғу керек. Ойынды алға қарай жетелеу керек. Сонда ғана бұл футболшыға жақсы Еуропаға баратын мүмкіндік ашылмақ. Ол Еуропаның футбол агенттері көріп қояды бәрібір керек адамда. Және Астана командасына биыл тағы да алмасып келген футболшы бар. Тараз сапынан Алексей Щеткин. Шабуылшы, ол бүгінгі ойынға қатысатын футболшылардың тізімінде жоқ. Кішігірім жарақаты бар. Өткенде Молдовия құрама командасына гол соққан сол болады. Алексей Щеткин. Таразда жүріп өткен жылы 7 гол соққан. Кетевама. Пас өтпеді Нөсербаевқа. Роман Мұртазаев соңына дейін таласып еді, болмады. Және Финнонченко шығатын сияқты. 62-ші минут, қалған бір жарты сағатқа шамасы жету керек. Андрей Финнонченконың Шахтердесі жанын салып ойнайтын футболшының бірі. Максимович шабуылға араласқан, бірақ тез-тестеп оны тоқтатты. Михрет Топчагиш, қараңыздар, қандай техникасы тамаша. Роман Мұртазаев еді алып кету керек қой қапталға қарай. Не жүріс мұнау? Салбыраңқы күйде жүр. Қорғанысқа қайтадан. Роман әрине жап-жақсақ футболшы. Соққа. Кетевоманың аяғында доп. Таңат Нөсербаев қайтадан Кетевома қайтарған және соңына дейін Таңат таласып бақты бұл жерде допқа. Бұрыштама доп болар ма екен бұл жерде көреміз. Мынандай бір ақпарат бар бізде. Астана Шахтер арасында 2009 жылдан бері 25 рет кездесу өткен екен. 24 нөмірдегі Ян Вошакликтің орнына Андрей Финнонченко шықты. 14 жыл. Мынандай ақпарат. 2009 жылдан бері 25 рет кездескен Астана мен Шахтер. 13 ретінде Астана жеңіске жеткен, 8 рет Шахтер жеңіске жеткен, 4 рет тең ойналған екен. Бүгін қалай болар екен көреміз. Тағы да тең ойын болып қалуы мүмкін сияқты. Заруцкий жылдам қарымта шабуыл ұйымдастыру үшін асығуда. Ешкім жоқ бірақ. Габышев. Өткен жоқ. Давид Обри. Тринидад және Тобагалық қорғаушы Максимович, мінеке қараңыздар қалай шабуылды үдетуде, жылдам ойнайды. Одан ары қарай тағы да өткізген, өйткені пас сұрап жүрген ешкім жоқ. Әріптестері түсінбей жатыр ма әйтеуір. Абзал Бейсебеков сәл дәлірек беруге болатын еді Таңат Нөсербаевқа.
Финонченко шабуылға араласпақ. Және Финонченко қарсы ойын тәртібі бұзылды ғой. Дәл солай қазір Мінекей. Көзі тұздай болып. Елдің бәрін әңгіме айтуда. Андрей Финонченко. Финонченконы енді көп футболшылар сыйлайды әрине. Бірақ бұрынғыдай дәрмен жоқ, шабуылдауға шамам келмейді деп жүр осы күндері. Андрей. Алдин Жидич. Команда капитаны барынша уақытты созып қалуға тырысуда. Бірде-бір есеп. Есімізге салуда, расында да бірде-бір. Каняс. Жылдам ойын кете бастаған сияқты қазір. Әсіресе астаналықтар асығуда. Қазір Парыбаев неге соңына дейін жылжымағаны түсініксіз. Георгий Жуков. Парыбаев қайтарды жата жастана. Нөсербаевқа келе жатқан. Каняс. Каняс алысқа тастайым деп алдай салды. Нөсербаев кете буама. Постников. Жуков. Нөсербаев. Наджарян келіп үлгерді және Заруцкий қайтарды. Әйтпесе аяқпен қатты секірген таң атты. Я, мінекей аяғы көрдіңіздер ғой, байлап алған тәкемен. Қатты байлап алған. Бұл әрине таң атты жарақат бар деген сөз. Ал Парыбаев асықпайды. Асықпаған арбамен қоян аламын деп жүр. Михрет Топчагич қазір тағы да келіп түскен шығар. Дәл солай. Осылай көмектесіп тұрады, техникасы бар футболшы расымен. Көп жүрген осындағы футболшылардан техникасы басы, бірақ ірі денелі футболшы болса. Ал ірі денелі футболшыларға техника жағынан мықты болу өте қиындау ғой. Кетевуама. Твумаси. Твумаси пас беруге болады әлі де. Қаптал ғасырды Жуков. Жуковты қыспақ қалуда екі бірдей футболшы және оның алдында Роман Мұртазаев ойын тәртібін бұзып жіберген екен. Агрессиялық өте шабуыл көрсеткен үшін стандарттық жағдай белгіленеді. Наджарян және Мұртазаев келуі. Өткен жылы білесіздер, Бауыржан Шерхан деген футболшы болған Шахтер сапында. Роман Мұртазаев ойнады. Әулет асырылған пас. Габышев шығарып жіберу керек бұл жерде. Неменеге ойлап тұр? Соққа. Доп пайда екендігі түсініксіз. Габышев мінеге әлі де доп шығара алмай жүр. Михаил Габышев. Әбден әуре сарсаңға салды қорғаныста. Сол жаңағы бір әңгімен айтайын деп отырғаным. Өткен жылы Шерхан Бауыржан. Шерхан яғни өнер көрсетті. Және Роман Мұртазаев Шахтерде. Сол кезде көптеген журналистер, көптеген ғаламтордағы блогерлер әлеуметтік желіде, Фейсбукта әсіресе жазып жатты. Шерхан Мұртазаевты. Өздеріңіз білесіздер, Шерхан Мұртазаев қазақ белгілі жазушысы. Осындайда қалжың әңгімелер еді. Футболдың төңірегінде дүниелер ғой. Өте бір әдемі пас бергендей өзін сезінген Кетевуама, бірақ пасы жеткен жоқ. Мұртазаев жаман емес. Жақсы пас берген. Қарымта матчта Қайрат параллель матчта. Есеп 1-0 болды. Жетісу Қайрат арасындағы матчта Қайрат гол соқты. Жерар гол шығар, қарайық қазір. Соққан. Жоқ, Ермек Қуантаев соқты. 56 минутта. Каняс.
Допқа 57% көрсеткіші 54-те 46, 55-те 45 қазір мінекей өзгерді. Соққылар саны 11-де 9 қақпаға, олардың дәл ұшқан 2-де 3. Мұндай ақпаратты бізге Sports.kz ақпараттық порталы ұсынуда, біздің ақпараттық демеушіміз. Финонченко қателескен және сол қателік үшін соңына дейін ойнауға тырысуда. Таңат Нөсербаев. Кішкене сол аяғы жарақатынан сыр беріп тұрған сияқты. Давид Обри ешкімге қарамастан алға қарай бірақ депті. Тринидад және Тобагалық футболшы, бұл екінші қорғаушы. Өздеріңіз білесіздер, Ақтөбе сапында бір ойыншы болған. Роберт Праймс деген. Және шабуылда қазір ойын тәртібі бұзылды осы жерде. Топ Чагишке қарсы. Постников ойын тәртібін бұзған сияқты. Михреттен кішкене өтірік қосып жатуы мүмкін негізі. Оның қолынан мұндай шаруалар келеді. Жап-жақсақ бір-бірімен пас алмасып келе жатқан әйтеуір. Бәлкім тисе тигенде шығар қарсыластың аяғы. Шахтер командасының сапында ойыншы алмасуда 7-ші нөмірде ойнаған Георг Наджарянның орнына Георг Наджарянның орнына Владислав Васильев шықты. Командада 3 жас футболшы бар, соның 3-еуі қазір бір-бірімен алмаспа. Енді 2-еуі. Наджарянның орнына Владислав Васильев шықты. Тағы да бір ойыншы бар, Оралхан Өміртаев деген. Владислав Васильев бұл Оле Бразил академиясында, Рибейрау Прета қаласында, Сан-Паулоның маңында 200 шақырым жерде орналасқан футбол академиясы бар. Оле Бразил, қазір ол Оле Бразил Ботафого Социал деп аталады, яғни Ботафого командасына тиесілі. Сол академияның түлегі деп айтуға болады шығар енді. Бірінші тізімде болған, 2 жыл жаттығу жасаған, кейінен Шахтер келісім шарт ұсынғаннан кейін командаға ауысып кетті. Және 3-ші жылды академияда ойнамаған. Максимовичке қарсы ойын тәртібі бұзылды. Ойнамаған, яғни академияның сапында 3-ші жылды тіпті ешқандай оқыған жоқ. Оның орнына басқа футболшы алынған Өскеменнен. Мінекей осындай жаңалықтар болған. Осы жазда әлем чемпионатының кезінде Бразилияда Рибейрау Прета қаласында арнайы ат басын бұрып мен барған болатынмын түсірілім тобымен. Сөйтіп ол жақтағы қазақстандық жас жігіттердің жағдайын білгенбіз. Олардың да өзі келіп алды, биыл білесіздер. Рохер Канястың қайтарған добы қазір Михрет Топ Чагишке пас болып шыға келді. Топ Чагиш түрлі финттер көрсетуде және бұрыштама жасады. Бұрыштама Топ Чагиш үшін пайдалы. Өйткені ол баспен көп гол соғатын ойыншы. Және кішкене демалуға болады, біраз уақытты созуға болады команда үшін. Шахтерға негізі 1-1 есебі жеткілікті. Алғашқы чемпионаттағы голды Шахтер сапында бүгін Михрет Топ Чагиш өзі соқты. Никола Покревач мінекей өткен жылғы маусымда жақсы өнер көрсетіледі, биыл кішкене ауырлық кеткен сияқты. Бұрыштама добы әуелі тасырылған пас және Лагеновскийдің қолынан оп-оңай бұл доп табылды. Қарымта жылдам шабуыл ұйымдастырып кетуге мүмкіндік бар, өйткені доппен Патрик Твомасидің жылдамдығы мықты, бірақ оның қасында 3 бірдей футболшы бар. 3 бірдей футболшыны алдап өту әрине Патриктің қолынан келе беретін шаруа емес. Лагеновский өте жақсы пас беріп кету керек еді ол жерде. Жақсы жылдамдық алды, айып алаңына шейін жетті. Басқа бір қапталға пас беріп кетуге тырысу керек еді. Пас беру жағы кішкене Твомасиде әлсіздеу. Кетевома ол бізде пас бергіш, мықты пас бергіш. Бірақ оның да соңғы кездері алаңды көре білу қабілеті нашарлай бастаған сияқты. Рохер Каняс тура ортада Яя Туре сияқты өнер көрсетіп жүр. Кеше бірақ Яя Туренің де ойыны нашар болғандығын білесіздер. Манчестер Сити командасы сырт алаңда Бернлиге 1-0 есеппен жеңіліп қалды. Кішігірім сенсация Ағылшын Премьер-лигасында. Ағылшын Премьер-лигасының матчтары Казспорт арнасының эфирінде бүгін тағы да бар. Өте мықты 2 матч бар және Георгий Жуковқа қарсы ойын тәртібі бұзылды бұл жерде. Роман Мұртазаев ойын тәртібін бұзған. Стандарттық жағдай. Кетевома өз орындайын деді. Бағана бірінші таймда бұрыштаманың барлығын Твомаси көтеріп жүрген.
сол соңғы бұрыштаманы Кетевоам өзі көтерген кезде Максимович Немания гол соққан болады, кездесудің есебін ашып. 76 минут, матч аяқталуға 16 минут қана уақыт бар. Қазір төрешілер алқасы ақылдасуда. Тосқауылды артқа қарай жылжытуда. Михрет Топчагичтің өзі артқа қарай қайтып отыр. Әуіліп келген жоғарыдағы допқа таласу үшін. Сонымен соққан және гол! Рохер Каньяс! Голдың авторы ешқандай қуанған жоқ. Өйткені бұрынғы командасы ғой, Шахтер ғой. Көптеген футболшылар секілді. Мысалға Фрэнки Лэмпард Манчестер Сити сапында жүріп өткенде Челсиға гол соққан кезде осылай қуанбай қойған болады. Сол сияқты Рохер Каньяс та кішкене бір толеранттылық танытуда, өткен командасын, өткен өмірін ұмытпайтындығын білдіртуде. Шахтерге енді қазір ол кәсіпқой деңгейдің футболшысы, Астананың намысын қорғайды, сондықтан да жұмыс бабымен осылайша гол соғуға тиісті. Ал бірақ аса қатты оны тойлау маңызды емес екен Рохер Каньяс үшін. Мінекей осындай жағдайлар біздің Қазақстан чемпионатында да орын алады екен. Қызық әрине. Есеп 2-1. Матчтың соңғы 10 минуты қалып отыр. Тағы да мүмкін Шахтер есеп теңестіруге тырысатын шығар. Кетевоама, Георгий Жуков. Жуковтың бағыттаған соққысы Джидиштің аяғынан қайтып отыр. Никола Покривач. Бастар қайта-қайта нашар болуда. Покривачтың тағы да тосып беріп отыр Таңат Нөсербаевқа. Және тағы да өтіп кетті Покривачтан. Абзал Бейсебековтің пасы. Обри. Алдин Джидиш қорғаныста. Роман Мұртазаев. Қапталға тамаша асырды допты. Ортаға беруге болады. Дәл солай. Сәл жеткізбей берді. Твомаси. Шахтер командасында әрине ойыншылар алмасуы тілені бақтыр, сұраны бақтыр десек болатын шығар. Шахтерден кім шықты алаңға? Владислав Васильев шықты, жас футболшы, бағанан бері әңгіме қылған Андрей Финонченко шықты. Енді қазір Никола Покривачтың орнына Андрей Карпович немесе Евгений Кострук шығаруға болады. Басқа білмеймін. Евгений Азаматов бар, қорғаушы. Одан басқа ойыншы алмастыру жағын байқап отырған жоқ. Ең басты сол қазір кандидаттардың екеуі Карпович пен сол Кострук шығар. Тәжірибелі ойыншылар ғой, қанша деген. Таңат Нөсербаев қайтарған пасы нашар болды. Шахтерға енді соңғы минуттарда қайтадан шабуыл жасауға тырысу керек. Есепті 2-2 қылып кетуге мүмкіндік негізі бар 10 минуттың ішінде. Оның үстіне бүгін алғашқы чемпионаттағы голын соқты. Шабуыл өтінде жаман емес жағдай. Михрет Топчагич мүмкіндікті мүлт жіберіп жатқан жоқ. Абзал Бейсебеков. Георгий Жуков. Георгий Жуков өте еңбекқор, шаршап жатқан жоқ. Таңат Нөсербаев мінекей тағы да қателесті. Таңатты бүгін кішкене алаңға шығару сәл артықтау дүние болды ғой деймін. Станимир Стойловтың бүгінгі жасаған қателігінің бірі сол шығар. Роман Мұртазаев Финонченкоға пас асырған, бірақ Финонченко Роман секілді жас жігіттердің қатарынан емес, лып-лып етіп қимылдай алмайды алаңда. Бұрынғыдай шамасы жоқ әрине. Андрейдің керемет спорттық жылдары артта қалған. Уақыт созуда Патрик Твомаси. Обри Давид. Шығарып топты өткізу қарсы бетке қиындау болуда қазір Шахтер ойыншыларына. Кеншілерге асығу керек. Есепті теңестіру үшін. Марин Аничич. Астана сапында білесіздер, алаңға алмасып кірген ойыншылардың қатарында тек Таңат Нөсербаев. Тағы да екі футболшыны алмастыруға болады. Шамасы 90 минуттан кейін 85 минуттарда басталатын сияқты. Ойыншылар алмастыру. Станимир Стойлов командасында Ұлан Қонысбаев бар, Тоқтар Жаңғылышбай бар. Бағана бірінші тайм ортасында біздің экранымызда болған. Михрет Топчагич екеуі жылы шырайлы әңгіме дүкен құрып тұрған сәтінен
Петраци қапталға жақсы пас асырды. Бразилиялық. Бірақ ортадан Шахтер ойыншысына ешкім өткізбеді. Твумаси. Кетевуамаға пас, бірақ әлсіз. Петраци. Финонченко қарсы тағы да ойын тәртібі бұзды. Ойын тәртібі бұзбаса да доптан негізі айырылайды деп тұрған. Алдин Джидич жылдам допты ойынға қосты. Шахтердің жанкүйерлері мінекей Қарағандыдан келгені бар. Астанада жүрген қаншама қарағандылық бар. Солардың басы қосылып осылай бір сектор құрап отыр. Шахтер Селтикке қарсы өткізген матчта бұл стадион толған еді, білесіздер. Астана аренаның толған сәтін көрген адамдар толтырған адамдар. Олардың осы қарағандылықтар. Қарағандыдан 5-6 автобус жанкүйерлер келген. Тамаша пас қазір Фокси Кетевуамадан. Оңтүстік Африка Республикасының құрама командасының шабуылшысы ортаға пас асырған, бірақ Михаил Габышев доппен не істерін білмеді. Ең дұрыс шешім осы деп тапты. Патрик Твумаси қазір допты асықпай ойынға қосу үшін аяңдай бара жатыр. — 82-ші минут басталмақ. Елдос Ахметов қазір Твумасиден допталған екен. Әуелете пас асыруға болады. Жоқ, Таңат Нөсербаев. Таңат қайтадан Елдосқа. Мінекей назарларыңызда Елдос Ахметов. Тағы да бұрыштамада бар. Кетевуама. Әуелете пас асырды. Сәл төмендеу асырған. Жуковта доп. Жуков жылдам шешім қабылдады. Пас Канясқа. Канясты кеудеден итерді. Бірақ допты қабылдау кішкене ауырлау болды. Және ойын тәртібі бұзылды деп есептейді бұл жерде төреші. Негізде ештеңе болған жоқ сияқты. Сол пасты кішкене қаттырақ бергенде футболшылардың өздері де ешқандай жарақат алмайтын еді. 11-ші нөмірде бұл жаңа ғана алаңға алмасып кірген Владислав Васильев. Оле Бразил академиясының түлегі. 2 жыл соңда жаттыққандығын айттық. Обри. Алдин Джидич. Педро Педраци. Финонченко. Финонченконың алдында төреші жүр. Париваев өте жақсы алдап өтті. Әуелете пас асырған болатын. Және өте тамаша пас қазір. Соққы бағыттауға мүмкіндік қарастырған болатын Михрет Топчагич. Бірақ Михрет бүгін әбден шаршады. Жалғыз шабуыл өтінде өнер көрсетіп жүр. Тағы да ойын тәртібі бұзылды. Стандарттық жағдай Шахтер командасы орындайтын болады. Бұл өте қауіпті болуы тиіс. Жоқ, ауттан допты ойынға қосты. Бұл біз ол мүмкіндікті көре алмаған болатынымыз. Абзал Бейзебеков. Қазақстан құрама командасының дебютанты атанған өткенде Чехияға қарсы матчта. Юрий Красножан біз футболшыны құрамаға алған болады. Шахтер асығуда. Соңғы 6 минут уақыт қалуда. Жаңағындай бір бұрыштамалар, шабуылдар ұйымдастыру керек командаға. Михрет Топчагич қазір жалғыз өзі шаршаған сияқты. Одан ары қарай жүгіруге шама аздау болып тұр футболшыда.
өзі ірілеу, аяғы жуандау ойыншы. Доп кеткен жоқ екен, я мінекей. Содан кейін барып төреш айтты. Доп қазір Астанада. Ал Астана жігіттері уақытты барынша созуға тырысуда еді. Оларды да түсінуге болады, бір жағынан 3 ұпай керек ең бастысы. Егер бүгін тағы да Астана командасы жеңімпаз атанатын болса, турнирлік кестеде қайтадан бірінші орынға шығады. Қазір Ордабасы командасы 7 ұпаймен бірінші орында тұр. 3 ойын өткізген, өйткен олар, ал Астана 3 ойыннан кейін 9 ұпайға еншілік етеді. Егер бүгінгі матчты жеңетін болса, 9 ойынмен 100%-ық көрсеткіш тіркеп, турнирлік кестеде Астанаға ешкім кедергі келтіре алмайды. Таңат Нөсербаев топтан айырылды, мінекей көріп отырсыздар. Екінші топты да шығарды. Заруцкий жылдам допты ойынға қосты. Және ойын тәртібін тағы да бұзған екен. Немanja Максимович Парываевқа қарсы. Кішкене шынтақпен кіріп кеткенде шығар, кім білсін. Ойынның соңғы минуттары бұлай уақыт созып жатуға болмайды. Мінекей 6-7 тұрғызда. Ешкімге сары қағаз көрсетпейді, тұра бер дегендегі жағдай болғанда сияқты. Футболшыларды енді оның барлығын біледі. Айтып-айтпай не керек, кішігірім құлдықтар бар ғой футболшылардың арасында. Мен түсінбей отырған бір жағдай бар. Неге Станимир Стойлов футболшыларды алмастырмай отыр? Әлі футболшылар, екі футболшы алмастырса болады. Твумаси допты тартып алған болады. Таңат Нөсербаевқа пас берсе болады, бірақ түбі доптан айырылыптында. Айырылыптында, әйтпесе Таңат келе жатқан ортада Нөсербаев. Оның бер жағында Фокси келе жатқан Кетевоама. Сол Кетевоама қазір бұрыштама добын орындамақ. Бұл дегеніміз қосымша 1 минут уақытты созуға өлтіруге болады. Рохер Каняс аяңдай басып, ол да келді. Жақсы бір пас болып қалса, тағы бір гол ұрсам қайтеді дегендей. Каняс бүгін тағы гол соқты шында да, сөйтіп бомбардирлер тізіміне еніп отыр. 3-ші гол соқты Рохер. 3 турда 3 гол соғып отыр. Биылғы чемпионатты жақсы бастады. Ойын тәртібі бұзылыпты бұл жерде. Сөйтіп Жерар голға жетіп алды Рохер Каняс. Қазір 2 бомбардир бар. Бірі Қайраттың шабуылшысы Жерар гол, екіншісі Рохер Каняс. Рохер Каняс негізі Колумбияның жастар құрама командасына өнер көрсетіп қойған, бірақ ол да аса қатты қазір проблема емес негізі. Алыстан бағытталған соққы Кетевоаманың тірліктері ғой бұл. Осындай бір шаруалармен айналысатымыз кейде. Іш пысқан кезде. Сол айтып отырмыз, негізі ақыры легионер алып жатырмыз. Ақыры көрінгенге паспорт беріп жатырмыз. Құрама команданың осылай күшейтеміз бе? Онда алайық. Каньясты алайық құрамаға. Тура осындай ойыншы керек. Біздің Қазақстан құрама командасында бірақ проблема бар ғой. Бір проблема болғанда енді көп қой проблема. Проблемадан көз ашпаған қазақ футболында проблема көп негізі. Бірақ мына ұлттық құрама команданы күшейту үшін қорғаныс қой біздің үнемі зығырданымыз қайдан атады. Қорғанысымыз өте нашар. Өткен жылы білесіздер, әлгі Ресейден келген футболшыларды ойнатқанбыз. Дмитренко, Коробкин, Мулдаров деген жігіттерді түгел әкеліп ойнатқанбыз, бірақ олардың құжаттары дұрыс болмай шықты. Әйтеуір УЕФА жақтан қатаң бір сөгістер келді. Сонымен Қазақстан футбол федерациясы сол кезде ызым-ғайым соның шаруаның барлығын жоқ қылып, әлгі футболшыларды аяқ астынан құрамаға алмайтын болған. Әйтпесе ол жігіттер жүр ғой, ешқайда кеткен жоқ. Осы Қазақстан чемпионатында жүр, әр клубта бір-бір позицияда ойнап жүр. Бірақ енді қазір мына жергілікті футбол мектебінің түлегі деген бір түсінік шыққан. Өте бір түсініксіз түсінік. Түсіндіріп бір айтатын жанкүйерлерге адамдар аз болды. Футбол федерациясының өзі кейде осы жағдайда түсінбей жататын да кездер кездесіп жатады. Ойынның негізгі уақыты Таңат Нөсербаев ойын тәртібін бұзды осы жерде. 3 минут уақыт қосыпты. Және мінекей ойыншыларды енді алмастырайын деді Станимир Стойлов.
Ұлан Қонысбаев шығайды деді. Шамасы Патрик Твумасидің орнына кіретін шығар. Допты мінеке осылайша ұстауда. Астана футболшылары Финонченко прессинг жасауда. Алаңға кейіннен кірген футболшы ретінде. Мінеке ойыншы алмасуға орын алады. Кім екен? Сол 23 нөмірдегі Твумаси шығады. Ай, дәл солай. Астананың ойындарын әбден жүргізіп, бізде шамамен кімнің орнына кім шығады анықтайтындай жағдайға жетіп ойнайды. Патрик Твумаси биылғы чемпионатта 2 гол соққан. Алғашқы 2 турда 1-1 голдан соғып тастаған. Патрик Твумаси бұл футболшы Гананың азаматы. Гананың 20 жасқа дейінгі жастар құрама командасында 2 ойнанып 1 гол ұрып жіберген екен. Енді жастар командасы бағанан бері айтып отырмыз, Каньясты ойнап қойған, мүмкін Твумасиді келтіріп алсақ болатын да шығар. Спартак Юрмалы командасында ойнаған, Астана Амкар командасында ойнаған, Ганада Red Bull Гана деген командада ойнаған. 20 жасар футболшы, 94 жылға. Твумаси кетті, сонымен алаңнан Ұлан Қонысбаев пайда болған. Кетевуама Нөсербаевқа пас асырған, бірақ Нөсербаев басында ары қарай жүгірейін деген. Мінеке қазір қақтығыс орын алуда. Не жағдай орын алып жатыр? Бізге көрсетсе екен режиссерлер қазір. Кішігірім ерегестер орын алып жатқан сияқты. 2-17 нөмір. Парыбаев, Нөсербаев. 92 минут. Тағы да негізі бір футболшыны шығарса болады. Астана бас бапкері таңат мінеке уақыты созуда корпусты қойып. Васильев келді, жақсы құтқарып шығарған бұл тығырықтан, бірақ ұзаққа емес. Каньясқа қарсы Финонченко баса көктеп кіре кеткен. Мехрет топча кешті жүгіре бастады, соңғы күшін сарп еткізіп жүгіріп көрмек. Кетевуама. Обри қазір топты бере салып Кетевуамаға. Неге екендігі түсініксіз. Нөсербаев. Және Обри құлап қалды. Және өте тамаша мүмкіндік. 100% гол соғатын мүмкіндік қой. Өткен жылғы Қазақстан чемпионатының бомбардирі дейді. Кетевуаманың бүгін матч алдында сондай сый алғандығын білесіздер, бірақ мана жері ұяттау болды. 3-1 қылып тастауға болатын еді матчтың есебін. Мінекей қос бапкер қол алмаста. Обри қателескен бағана, бірақ оны Кетевуама қателігін кешірді. Ал енді ол өзінің жаратушысынан кешірім сұрауда. Сонымен қадірменді көрермендер, матч аяқталды. Қайрат пен Жетісу арасындағы матчта кездесудің 87-ші минутында есеп 1-0 Қайрат алға шығып отыр. Және әріптесіміз Тимур Сүлейменов қазір алаңсында қос бапкердің біреуден сұхбат алуға тырысатын болады. Әрине сұхбат болса, біз міндетті түрде ол жағдайды күтеміз. Михаил Габышев кетіп бара жатқан. Шахтердің ойыншылары жалпы көңіл күй жоқ. Тек нәтижеге қол жеткізуге болар еді. Бірде-бір ойнап. Бірақ Рохер Каньяс барлығын Шахтер ойыншылар үшін білдіріп өтті. Тағы да бүгін Рохер Каньяс жеңісті голды соғып отыр. 3-ші гол команданың бомбардирі десек болады. Артқы жақтай қорғаушы.
Таңат Мүсірбаев Михрет Топчагиш қол алмасып жатыр. Ойында болған кикілжіңдер осымен ұмытылсын деген қол алмасу. Шахтер жанкүйерлерді бүгін өте қызықты тартысты матч көрді ғой деп ойлаймыз. Елдос Ахметов жарақат алып қала ма деп қорқып едік бірінші таймда, бірақ барлығы аман есен. Шампоның орнын жоқтатқан жоқ. Өте тамаша көңіл күйлі Ұлан Қонысбаевта алаң жеңіліп кетіп бара жатыр. Алексей Радионов 19 нөмірдегі Елдос Ахметовтың қасында. Мінекей әріптесіміз Тимур қазір сұхбат алуға тырысып жатқан сияқты. Шамасы Елдос Ахметов болып қалады да сияқты. Сонымен 90 минут Қайрат Алматы арасындағы кездесуді соңына дейін жеткізіп тастайық қазір. 1-0 есеп өзгерген жоқ. Сонымен әріптесім Тимур Сүлейменовке сөз кезегін берем. Клуба Астана Елдос Ахметов. Елдос, поздравляем вас с победой. Вторая игра за неделю. Насколько было тяжело? Спасибо. Ну, скажу, очень было тяжело. Ну, видели, сегодня играли две равные команды. И я скажу, сегодня фортуна была на нашей стороне. И думаю, мы используем свои моменты. А без фарта, конечно, в футболе не бывает. В прошлом году Шахтер был известен тем, что здорово реализует и на стандартные положения. В этом матче Астана стандартных положений отличилась дважды. Как-то работали перед началом поединка над этим? Ну, честно, не было такого, что мы там должны были прям на стандартах забивать. Но все равно акцент был, конечно, на стандарте. И, слава богу, у нас все получилось. И мы забили то, что 2 гола, не 1. В начале матча травму получил Ненадерич. Насколько это повлияло на игру? И вообще, что известно о Ненаде? Ну, честно, пока ничего не знаю. Ну, прям в этот момент я был рядом. Был сильный удар. Прям было слышно. Но не знаю, честно, как у него состояние сейчас. Ну, первым образом, как зайду в раздевалку, узнаю про него, что как. Ну, желаю ему, чтобы он быстро выздоровел и вышел на следующую игру. Спасибо за интервью. С победой вас. Ладно, до свидания. Спасибо. Это был защитник футбольного клуба Астана Елдос Ахметов. Сонымен қадірменді көрермендер, бүгінгі матчта болып өткен жағдайлар тағы бір мәрте еске түсіре кетейік. Фокси Кетевуаманың бұрыштамадан көтерген пасынан кейін Немanja Максимович есепті ашқан болатын. Астана командасы алға шықты. Бұл бірінші бұрыштама, бірінші баспен соғылған гол. Мұндай жағдайлар әлі тағы да матч барысында қайталанатындығын айта кетейік. Жас футболшы Геворг Наджарянның берген пасынан Қазақстанның 17 жасқа дейінгі құрама командасының жартылай қорғаушысының берген пасынан Михрет Топчагич гол соқты. Есеп 1-1 болды. Осымен бұл бірінші таймның 43-ші минуты. Одан кейін екінші тайм басталды. Әуелете асырылған пас, осындай шабуылдар орын алып жатты. Твумаси, Кетевуама барлығы да шабуылды жақсы ұйымдастырды. Расын айтуымыз керек. Бірақ кейбір сәттерде Твумасиге бүгін әсіресе дәлдік жетіспеді. Елдос Ахметовте де гол соғатын мүмкіндік болған. Бұл жерде сәл аяғы жетпеді. Көтеріп топты лақтырып жіберуге де болар еді. Және Геворг Наджарянның тағы да есепті 1-2 қылатын мүмкіндігі болған. Тамаша шабуыл айып алаңына сытылып өткен болатын бұл жерде. Шахтер ойыншылары. Сонымен мінекей осындай жағдайлармен матчты аяқтаймыз. Қадірменді көрермендер, Астана Арена стадионында
матч 2-1 есебімен Астананың жеңісімен аяқталып отыр. Статистикалық мәліметтер назарларыңызда. Сіздер үшін бүгін қызмет еткен комментатор мен Ермұхамед Мәулен, көрсетілім режиссері Данияр Бекболатов. Сау, сәлеметте болыңыздар, қадірменді көрермендер.